Мына дулғасы әдемі екен. Бұл дулға батырлардың, қорғандардың бірі болған. Бұл батырларымыз ел үшін аянбай, басын бәйгеге тіккен біздің бабаларымыз болған. Бұл қай жылы болған? Бұл былай болған. жылдың жайма шуақ күндерінің бірі болатын. Табылды үйіне асығып қуанып келеді. Өйткені өзінің көптен күткен ұлы дүниеге келіп жатқан болатын. Жұпары аңқыған сәбиді құшағына алып, ауыл күндердің келісімен азан шақырып, сәбидің есімін Құлбарақ қойды. Араб тілінен аударғанда Құлбарақ, барақ, жеңіс, бейбітшілік, ынтымақ деген мағынаны білдіреді. Сол кездер нағыз жаугершілік заман болатын. Яғни ұлын бейбітшілік перзенті, жеңіс перзенті деп атағанды жөн көрген. Табылды ұлын жастайынан мергендікке, адалдыққа, отан сүйгіштікке тәрбиеледі. Құлбарақ садақты да, мылтықты да жете меңгеріп, құралайды көзге атқан мерген болып өсті. Жас батырдың ерлігі негізінен ауылға шапқан барымташы қарақшылардан елді қорғау ұрысында танылған болатын. Құлбарақ Маңғыстаудың Маңғаз өлкесінде өзінің сүйгенін жолықтырып, одан бірнеше сәби сүйіп, бақытты өмір кешіп жатқан болатын. 1832 жылы Хиуа ханы Аллахұлы маған дұрыс салық төлемеді, Ресей империясына өтіп кетті деп 3000-дық жазалаушы әскерімен Алайдың бас батыры әрі биі Сүйінқара батырдың ауылын шығуға жібереді. Бейхам қаперсіз жатқан ауылға қарулы әскер басып кіріп, бала-шағаны аяусыз соққыға жығады. Үйлерді өртеп, малды талан-таражға салып, Сүйінқараның бой жеткен Айсалхам және Жансалхам қыздарын алып кетеді. Сүйінқараның ауырып жатырған інісі Кежі батыр сол шайқаста көптеген жаудың көзін құртып, ерлікпен қаза табады. Селдей соғып өткен маңғарған әскер аңынан аман қалған көзсіз батырлар қуа жөнеледі. Атқан оғы кетпей жауды шире шігінен сүріп келе жатырған Сақадай батыр жау көздеріне бірден түсті. Сүйінқараның дәл өзі деп жау әскерінің жарты бөлігі оқтан қиғаштай қашып шабуыл жасап, қазақ батырларын жоспарлы түрде қоршап алады. Оққа көміліп жаны шыға қоймаған батырдың басын дереу кесіп алып, бірнеше күндік жолда көздің қарашығындай сақтап, Хиуа ханына табыс етеді. Табыс еткенде қандай? Кеудесін кере, тәкаппарлана, Сүйінқара қолбасшының басы деді. Сол кезде қаптан шыққан басқа тіл бітіп, «Ей аңғал небе, менің атым Құлбарақ» деп кеңкілдеп күлген кезде сарай іші жаңғырып, жер сілкініп, төбе ойран болып жерге құлап түсті. Аллақұлы шошып оянды. Шабарманның жеткізген жақсы жаңалығынан денесі болса да ұйықтап кеткен болатын. Құлақты тұндырған ат дүбірінің дауысы және де олжалы оралған әскерлер шаһарды елең еткізді. Қолында дорбасы бар әскер ентелеп кіріп келді. Аллақұл ханның көрген түсі айнытпай келді. Хан әскеріне: «Бұл батыр тегін емес, біздің батырлар қауымына арулап жерлеңдер» деп бұйрық берді. Қыстың қара суығында жаманат хабарды сезген Табылды еш нәрсеге мән бермей көңілі құлазып жүріп келеді. Хабарды естіртуге келген ақиық Ақнабыл былай деді: «Ар жағың ерес бұлай ителінгеннен, келеді айқын жүйрік итөлгеннен, қайтпада қайран ерлер қауымына, ажалға намсуды itергеннен». Табылды состиып тұрып қалып, опырылып отыра кетті.
Ер ел үшін туады, ел үшін өлген дағы менің құлбарағым деп көкжиектен ылдилап батып бара жатырған күнді жарық етіп өшкен өзінің ұлына балап, өткір көздерін қадап көз алмастан қақаған суық дала құшағында көмескіленіп қала берді. Сүйінқараның ері мына өсіңгі поселкі Қаламқас дейтін нефтяный поселкі. Сүйірдің қасында Кежі дейтін жері бар. Кежі дейтін өзі Сүйінқараның біреулер баласы дейді, біреулер інісі дейді. Сүйірде Сүйінқара сүйірде жабылған. Сол шабуылда жан-жаққа хабар келмеймін енді. Ойбай түрікпендері келіп, Сүйінқараның ауылын шауып кетті, соған көмек керек. Соған қыстың аяғы болса керек, біздің Беріш ауылының өзі сүйірдегі қонысы, сона Қаламқас әулиеден бір шебер бетінде бір 11-12 шақырымдай жерде Жамнарпа дейтін жер бар. Орпалық ертеректе қазған, сол жерде отыратын ұқсайды. Өзі азғантай бір жарым шақты беріштер. Сол жерде соны хабар келгеннен кейін соны ойбайдағы атқан, соны жан-жақтағы жаңағы жігіттерін жинап, ауырмай жігіттер, онымыз өліп, біреуміз аман келеміз бе? Біреуміз өліп, онымыз аман келеміз бе деп айтқан дейді сол жерде. Соның ақылында сол оны өліп, біреуі Жапар бер дейтін кісі, әкеміз, сол аман келіп дейді. Ол артынан Жапар берді, жаңағы Сүйінқараның ауылынан қолға түскен кісілерді Түркменстанға барып, сол жерде сол науайын алып келіпті. Ұрлық жасаған, ұрлаған, ұрлап, ұрламаған соғысып, бірдеңе қылып әйтеуір алып келіпті бірақ. Тоқтамыс Абыл Тарағұлы дейтін кісі болды дейді. Осы енді адайлар білетін шығар енді. Соның шығарғанын еттеп, Сүйінқараның шабысына шығарған еттіп, бабамның бір айтып отыратын бір несі бар еді, сөзі. Сол önde менің есімде қалған, мен толық білмеймін. Соның бір айтқан енді. Шабылды Сүйінқара түрікпенен, маңайда қазақ қашты үріккенен, ежелгі кеткен кекті қайырмаққа аузы сұйылғанның біріккенен, түрікпен 5000 кісі аттанған қол, керелге 3 күн үстін жүріп кеткен, шулатып жетісін жесір алды, жығызып жетададан кегін алды. Елері беріштерін кетті жауға, құлаққа содан кейін естілмеген. Құлбарақ атаны зерттеу барысында мынандай тосын жағдайға тап болдық. Ол батырдың көп аты естіле бермейтін емшілік қасиеті қонған әпкесі жайында. Талай жылдар уақыт өтуіне байланысты бейіт ескеріп, орнына үйлер салынған болатын. Ол бейіт қазіргі Ақшұқыр ауылындағы теңізге жақын жерде орналасқан. Осы жерде жатқан, қауымда жатқан біздің апамыз болып шықты, Несібелі апамыз. Арғы жағы Табылды қызы Құлбарақ атамыздың апасы болып. Осы беттен, дәл осы беттен бір жас шамасы 30-35 шамасында жас жігіт келіп, тона ит тұрған жерде мен тұрған далаға шығып қарап. Сол жаңағы жас жігіт келіп, аға ассаламалейкум деді. Алейкумассалам, амансың ба деп жонтүген алысқасын әңгімесін айтты. Әңгімесінде маған тікелей келіп айтты, осында мұнда жатқан Құлбарақ атамыздың апасы Несібелі апамыз жатыр, сіз білесіңіз ба деген айтты. Жігіт мен іздеп көрейінші. Сол жігіттен тағы да мүмкін мағлұмат алайын деген оймен көрсеткен бағытына барып қарадым, сұрадым, осында жігіт тұра ма осында деп. Оны ешкім айта алмады ол жігітті. Содан
және бір осы екінші жылы жазда Атырау беттен бір екі жас жігітпен келіншек келіп, аға деді, маған осы жерге әйет оқып бересіз ба? Мен Атырау беттен келдім, емшілер жіберді. Осында Құлбарақтың апасы Несібелі анамыз жатыр екен, соған шырақ жағып кел деп жіберді деді. Сосын жарайды онда деп, сосын осы жерде шырағын жақты, мен әйетімді оқыдым. Сосын үйіме қарай кеттім. Сосын мен шай ішетін бөлме дейміз ғой енді. Шай ішетін бөлмеде жатқан кезімде ана есіктен шыға берісте бұрышта үлкен зергөйлек киген, баяғы ертенің киімін киген бір апай көрінді. Үлкен кісі. Енді соның бәрі сол есімізге түсіріп, осыны еске алайық. Адам ауырып келсе, онда жазатындай қасиеттері былай көрінеді. Жалпы. Енді осы жерде менің естігенім, Өзбекстан азаматтары келіп үй салмақ болып, тоңына бұзылып жатқан үй. Осы жерде вагончик болған дейді. Енді оны мен өзім көрген жоқпын. Жалпы осы көрші адамдардан естігенім. Соны бұл жерде арақ ішіп, той тойлап, бір-бірімен керіс төбелес жасап жүрген өзбек азаматтарының соңғысы біреуі қайтыс болған дейді осы жерде. Вагонның ішінде өртеніп өлген дейді. Сосын мына бетке қарағанда мына тұрған времянка, осы жерде адам тұрмайды. Осы жерді сатам деп. Телефонын беріп кеткен, оны таба алмай қалды. Одан кейін тағы бір жігіт келді, мен сатып алдым деп. В общем, 6-7 адам сатып алған. Мына жер бірінен бір сатып ала берген. Енді соның біз жаңағы нақты соңғы есін таба алмай жатырмыз. Оны енді жаңағы Мұхамбет деген ініміз бар, осы фортта тұратын. Ол жігітте іздестіріп қарастырып жатыр. Бірақ табылған жағдайда осы жерді есінен алып, ол есіне басқа осы Ақшұқырдан жер алып беруге талаптанып жатыр. Оны әзір енді шешіліп жатқан жоқ. Мына Несібелі апамыздың мына сырты қаланбаған, осы күйінде жатқан мына тас, осы жерде мына газовиктер газ бұрып, трактормен жер қазып, мына жерден қазып құрбаны көмеді ғой. Бұл жерде осы тасты итеріп, трактормен итере тұра берген. Бұл тасты ешкім қозғай алмаған. Енді ол бір құдіреттің тылсым күші ғой. Қасиетті болғаннан кейін осындай заттар көрінеді әр адамға. Кеште жары Әбдібай маған қайнаға болып шығады. Жиен ғой, сізге жиен болады. Атынан туып отқан. Сіздерге енді қайнаға болып келеді, бір жағы қалай болады? Бір жағы жиен болады, бір жағы. Жиен болады. Осы жаңағы жеңгемізге де бір нелер көрінген. Забор құлап қалғандай. Сондай тылсым күштер көп болған. Енді ол адамдарға ескертіп нетіп жатырған не ғой, енді кішкене еске алу деген. Құлбарақ атамыз туған апасымен о дүниеде табысып, Алла оларды рахымына алғай. Түсік айтқан мақұлың ләзім болған іспенде, үлкеннен көрген зорлығың жаманнан. Баяғыда болған дейді Құлбарақ, батыр болса болар мұндай бір қазақ. Оны көрсе ел шетінде деген жау, қашады екен артарына бір қарап. Айтшы қайда жатыр Құлбарақ, кетсем демем қабірінде гүл қадап. Батырлардың басы қайда қалмаған, ал енді бір төбемізден, оу төбемізден тұрғарап. Хан майданда қабыл болған табасы, Халиден де жез бол батырдың боласы.
1993 жылы Құлбарақтың басы жатқан Қиуа өңіріне Жалжан ұлы Орынбасар бастаған ата ұрпақтары тағзым етуге аттанды. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله آمين أول إخوائي محمد خير الله مصطفى ومن صدق الشمس الهوى وناخذ السورة وقلوب ربك فتجد ربك تجد الشمس فكرمنا تشكرنا تعرض وشكرنا شكرنا تسجلنا فجارنا فتفسر فوقنا تفوقا تستوي تروني رمنا خمسة تشكرنا شكرنا تجد السورة قوضة أولياء أصطبق أولياء خيرنا أولياء يسمى الله أولياء شبرة أولياء رياض الذين لم يكن بسم الله محمد صلى الله عليه وسلم أبن الله أولياء شكرا Ya Mahmud Ata, Mahmud Balvan Ata ruha verşettim. Ya babam Kulvarak Ata Avliya ruha verşettim. Bırak, Umalasların, doğruların, şömerelerin, yemerelerin, ırpakların gelip ziyaret edip kaya toplasın. Başatkan yerin zaylı toprağın torpağınla jireyi gör. Gözüne kasınları yegirizine. Çatkan yerin zaylı Allah'ın emiresi ruha verşettim. Çatkan yerin zaylı toprağın torpağınla. Va ana ata-ola ruhani karşıtın жатқан yerin zayıf olğay. Осы Хиуаның музейіндегі Хиуаның мавзолейіндегі барлық мұсылмандардың әулиелеріне, hazretlerine баршаларының орнына баршаттым. Ya babam қуаныштымын, ya babam Құлбарақ ата қуаныштымын. Va ұрпақтарым келмеген қуанышты, ұрпақтарым келмеген қуанышты. Va жатқан жерін зайып олардың тоқауындай жібек-жібек Айтшы, қайда жатыр Құлбарақ? Кетсем дебем қабіріне гүл қадап, батырлардың басы қайда қалмаған, ал ерлігі төбемізден тұр қарап.